Так, қазір біз РГР-дің бірінші әдісі бойынша түсіндіріп өтемін. Тұрақты тоқ тізбегіне арналған күрделі электр тізбектерін есептеу. Берілген РГР-да вариант бойынша даныларды жазып аласыңдар. Схеманы жазып аламыз. Бұл схемада барлық тармақтарда электр қозғаушы күштер тұр. Берілгенде қайсы электр қозғаушы күш жоқ, соны схемадан алып тастайсыңдар. Схемаға назар аударсақ, бұл бізде күрделі электр тізбегі, себебі мұнда бірнеше контур, бірнеше тармақ, бірнеше электр қозғаушы күш бар, сонымен қатар тоқ көзі бар. Бұл схемадан бұндай күрделі схеманы есептеу үшін бізде жалғыз ом заңы жеткіліксіз, сондықтан бұнда біз әртүрлі әдістерді қолданамыз. Бұл РГР-да 5 тапсырма. Бірінші тапсырма Киргоф заңын қолдана отырып теңдеулер жүйесін құру. Берілген даныларды вариант бойынша жазып алғаннан кейін схемадан қажеті жоқ нольға тең элементтердің бәрін алып тастаймыз, және мына жерде тұрған қосымша тоқ көзінен құтыламыз. Қосымша тоқ көзін қосымша электр қозғаушы күшке алмастыруымыз керек. Оны алмастыру үшін біз Ом заңы бойынша электр қозғаушы күштің мәнін есептейміз. Қосымша пайда болған электр қозғаушы күштің индексі осы тармақтағы кедергі мен электр қозғаушы күштің индексімен сәйкес келу керек. Яғни эпсилон 6 деп жазамыз, бұл жерге эпсилон 3 немесе эпсилон 2 деп жазуға болмайды. Содан кейін мұнда эпсилон 6 бізде бар, бұл жерге уже бір штрихпен жазамыз. Эпсилон 6 бір штрихты табу үшін осы қосымша тоқ көзінің мәнін қосымша тоқ көзі жалғанып тұрған кедергіге көбейтеміз. Сонда 2 көбейту R6. Екеуінің де мәндері бізде берілгеннен аламыз, орындарына қоямыз, анықтаймыз. Енді осы мына жерде тұрған не? Мына жерде тұрған тоқ көзі мен тоқ көзінің орнына мына электр қозғаушы күшін апарып, осы тармаққа келіп жалғаймыз. Сонда орнына барып қоямыз. Сол кезде бізде міне осындай пайда болды. Мұнда тағы бір кедергі бар. Кедергіні мен мына жерде көрсеткен жоқпын. Біз мына кедергіні ұмыт кетпеңдер, R6-ны тоже жазасыңдар. Енді бұрынғы тұрған электр қозғаушы күш пен жаңадан пайда болған электр қозғаушы күштердің бағыты өзара қарама-қарсы. Бір тармақта 2 электр қозғаушы күш тұруға болмайды. Оны біз ықшамдап біреуге айландырамыз. Егер 2 электр қозғаушы күш бір-біріне қарама-қарсы болса, онда бір-бірінен аламыз. Сонда бізде екеуінен эпсилон 6 2 штрих деген электр қозғаушы күш пайда болу керек. Оның формуласы міне алдарымызда тұр. Бұл жерде біз немесе эпсилон 6 штрихтан И6-ны аламыз, немесе И6-дан эпсилон 6 штрихты аламыз. Ол қайсы электр қозғаушы күштің мәні үлкен, содан кішісін аламыз. Бізде электр қозғаушы күш, берілген электр қозғаушы күш 10-ға тең, ал жаңадан пайда болған электр қозғаушы күш 15-ге тең. Сонда 15-тен 10-ды аламыз. 5 вольт шықты. Қайсы электр қозғаушы күштің мәні үлкен, соның таңбасын апарып қоямыз. Сонда міне біз бір ғана электр қозғаушы күшке келтіріп алдық. Схеманы қайтадан салдым. Мына жерде менде бағана тоқ көзі тұрған, оны алып тастадым, оны ықшамдадым, электр қозғаушы күшке алмастырдым. Мұндағы 0 болып тұрған электр қозғаушы күштерді вообще схемадан алып тастадым. Содан кейін түйіндерді белгіледім. Түйін дегеніміз кем дегенде 3 тармақтың түйіскен нүктесі. Сонда біздің схемада түйін 4-теу. Оларды немесе 1, 2, 3, 4 деп белгілейміз, немесе А, Б, С, Д деп белгілейміз. Енді тоқтың бағыттарын қоямыз. Тоқтың бағыттарын қайсы тармақта электр қозғаушы күш бар, сол тармақтың тоғының бағытын электр қозғаушы күшпен бағытта саламыз. И3, И1, И6 электр қозғаушы күштің бағытымен сәйкес келеді. Ал қайсы тармақта жоқ, оны өзіміз произвольно қоя саламыз. Бірақта барлық тоқтар бір түйінге бағытталмау керек, немесе барлық тоқ бір түйіннен сыртқа шығып жатпау керек. Сол қағиданы ескереміз.